Барлықтарыңызға сәлем достар. Бұл видеода осындай әдемі әрі дәмді дастарханыңыздың сәнін келтіріп тұратын шырша ойыншығы атты салатымызды дайындайтын боламыз. Ыдысқа алдымен ұсақтап туралған етімізді саламыз. Одан кейін творожный сыр. Сосын ірімшігімізді ұсақ үккіштен өткізіп саламыз. Сарымсағымызды да ұсақ үккіштен өткізіп саламыз. Аскөгімізді ұсақтап турап, оны да қосамыз. Артынан ұсақтап туралған грек жаңғағын салып, араластырамыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай қасықтың көмегімен жақсылап араластырамыз. Бізде осындай масса шығуы тиіс. Енді осы массамызды қолымызға алып, видеода көріп тұрғандарыңыздай қолымыздың көмегімен домалақ пішін келтіреміз. Міне достар, бізде осындай домалақ пішін шығуы тиіс. Енді оны анардың көмегімен видеода көріп тұрғандарыңыздай етіп сәндейтін боламыз. Достар, видеода көріп тұрғандарыңыздай кейбір жерлерін осылайынан бір-бірлеп анарымызды жабыстыратын боламыз. Шырша ойыншығына ұқсау үшін осылай қиярдың көмегімен сәндейтін боламыз. Бұл бізде аскөктің сабы, онымен біздің ойыншығымызға ілгіш жасаймыз. Міне достар, дастарханның көркін келтіріп тұратын шырша ойыншығы атты салатымыз дайын болды. Бұл видео сіздерге пайдалы болды деген үміттемін. Міндетті түрде каналыма тіркеліп, колокольчик белгісін басып кетуді ұмытпаңыздар.